Ассалаумалейкум, құрметті менің көрермендерім, сіздермен бірге Ризабек Бексұлтанұлы. Бұл менің бизнес туралы және ақша туралы арнам. Осы каналға қош келдіңіздер. Бүгін міне стол мен орындықтарды және дивандарды осы бөлмеге жинастырып қойдық. Сол жұмыс біткендіктен міне видео түсіріп жатырмын. Көп столдарды жинастырдық. Беті бөлек, аяқтары бөлек жатыр еді. Бәрін жинастырып, түгендеп, клейлейтін клейлеп бекітіп қойдық. Енді ана жақта тағы бірнеше заттар бар әлі. Оларды кіргізу керек негізі. Әзірше осы этапты аяқтаған жағдайды осы арнаға түсіріп қойғым келіп тұр. Мына столдар өте әдемі шықты міне. Негізі беті басқа столдық еді, аяқтар басқаныкі еді. Артық аяқтар қалғаннан кейін, артық беттер қалғаннан кейін басқа столдардан осылай құрастырып қойдық. Өте әдемі болып шықты, маған өзіме ұнап тұрды. Мынандай стол еді негізі. Осындай сары өзінің родной нелері, столешницалар бітіп қалғандықтан, мынандай артық болғандықтан осындай салдық. Міне тамаша столдар болып шықты. Енді міне дүкеннің стеллажы. Соны жинастырамыз, қазір құрастырамыз, кіргіземіз. Бұл жерде міне қалған орындықтар бізде. Мына коричневый орындықтарды кеше задаток ақшасын беріп кетіп, бүгін алып кетеміз деп түгел келісіп кетті бір кісілер. Қалған міне сатылатын орындықтар осы енді. Бірі биік, бірі тапал. Стандартный және барный орындықтар ғой. Мына жерде ескілері, біреу, екеу, үшеуден қалған, ескі жыртылғандар бар. Мына жерде жаңағы жинастырған кезде қалған саймандар. Біреуінің аяқтарының бөлшектері, біреуінің беттеріне, бірақ жарылғаны, сынғаны бар. Осылай жинастыра тұрдық пока. Міне осы жұмыс біткендіктен бүгін осы видеоны түсірейін деп ниеттендім. Ортасы бос әзірше. Ортасына тағы тауар толтыруымыз керек. Бұл жерде оң жағында тек қана столдар. Ана шетке дейін сосын ортамен төрде дивандар. Одан кейін орындықтар кетеді. Осы бөлменің тақырыбы осындай. Столдардың ортасында жүретін жол қалдырдық. Мынандай міне араларынан мынам өтеді. Орта кезінде де бұлай бұрылуға болады міне. Қағаздар қалып қойыпты, қағаздарды жинап көтеру керек. Оларды аламыз қазір. Так, келесі залды түсірейік. Жиһаздан бұл жақта тек қана мынау тапчан қалып тұр міне. Оны кіргізерміз. Вешалкаларды кіргіземіз. Ал мына барный стойка мен стенканы, олар ауыр заттар, білмеймін, оны мүмкін осы арадан сатамыз, көреміз. Басқасы бұл жерде темір құралдар, сондықтан бәрі осы жерде болады.
Жақсы достар, менің арнама тіркелуге ұмытпаймыз. Лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Келесі видеоға дейін қош сау болыңыздар. Бәріңізге сәттілік.